Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 157-ші сабағымызды бастаймыз. Бұрыштарды өлшеу және салу. Берілген градустық өлшем бойынша бұрыш, тікбұрышты үшбұрыш, перпендикуляр түзулерді сызасын. Бірінші есеп, өрнектің мәнін есепте. Кир Булычев алдағы 100 жыл деген кітабында болашақта бағдарлай алған барлық өрнектердің мәндерінің қосындысын тап. Сонда кітаптың кейіпкері Коля Наумов болашақтың қай жылына тап болғанын білетін боласың. Болашақтың тұрғындары қағаз кітаптарды оқымайды, мәтіндерді шағын құрылғыларға жүктеп алады. Мысалы, электрондық кітаптар және планшеттер. Қазіргі уақытта олар бізде бар. Бізде қараңыздар, осы 4 көбейтілген 12 дейді. Осы өрнектің мәнін табуымыз керек. Мына жерде 4 2 8 болады. Одан кейін 3 2 6, 1 4 4, 3 1 3. Қосқан кезде 8, 6-ға 4 қосқанда 10, 0 жазамыз 1 ойда. 3-ке ойдағы 1 94 болады. 408 шығады. Келесі. Болашақтың тұрғындары бір батырманы басу арқылы аялдамаларда балмұздақ сатып алады. Сусындар мен балмұздақ сататын автоматтар. Мінекей сондай бізде бар қазіргі уақытта. 1568-ді 16-ға бөлеміз. Бізде 156-ны аламыз, 156-ны 16-ға бөлгенде 9-дан береміз. 9-ды 16-ға бөлгенде 144 шығады. Азайтқан кезде 12, 8 жазып қоямыз. 28-ді 16-ға бөлгенде 8-ден береміз. 8-ді 16-ға бөлгенде 28, азайтқанда 0, жауабы 98. Келесі. Болашаққа тап болған Коля Наумов аяқтарында серіппелері бар жеткіншектерді көрді. Қазіргі кезде джампермен қалаған адам секіре алады. Бізде мына жерде 788 көбейтілген 2 дейді. Көбейтеміз. 8 2 16, 6-сын жазамыз 1 ойда. 8 2 16, ойдағы 1 қосқанда 17, 7-сін жазамыз 1 ойда. 7 2 14, ойдағы 1 қосқанда 15, 1576 шығады. Енді осы сандарды қосуымыз керек. Сол кезде біздер Коля Наумовтың қай жылына тап болғанын білетін боламыз. 1576-ға 408-ді қосамыз. 6-ға 8 қосқанда 14, 4-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 7 қосқанда 8, 5-ге 4 қосқанда 9, 1 жазып қоямыз, 1984 шығады. Біз енді оған 98-ді қосамыз. 4-ге 8 қосқанда 12, 2-сін жазамыз 1 ойда. 1-ге 8 қосқанда 9, 9-ға 9 қосқанда 18, 8-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 9 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 1 қосқанда 2, 2082 шығады. Кітаптың кейіпкері Коля Наумов болашақтың 2082 жылына тап болған. Екінші есеп, бұрыштарды өлше, бұрыш түрлерін ата. Мысалы бізде ABC бұрышы берілген, ол бізде 140 градусқа тең, ол бізде доғал бұрыш. Келесі HGI бұрышы, ол бізде 25 градус, ол бізде сүйір бұрыш. Келесі MON бұрышы, ол бізде 90 градус, ол бізде тік бұрыш болып табылады. Үшінші есеп, бұрыштардың өлшемін жаз. Берілген бұрыштардан 25 градусқа үлкен бұрыштарсыз. Мысалы бізде ACB бұрышы берілген, ол бізде 40 градусқа тең. Келесі бізде енді одан 25 градусқа үлкен болатын бұрышты табамыз. Оған 25-ті қосамыз, 40-қа 25 қосқанда 65 шығады. KMN бұрышы 65 градусқа тең. Келесі DEF бұрышы 115 градусқа тең. Жазып қоямыз. Және біз оған 25 градусты қосамыз, соны бізде 140 градус шығады. Ол бізде RST бұрышы. Төртінші есеп, тік бұрышқа іргелес жатқан қабырғаларының ұзындықтары 4 см және 8 см болатын тік бұрышты үшбұрышсыз. Міне қараңыздар, тік бұрышты үшбұрышсыздық, бұрышы тік бұрышқа тең, оның бір қабырғасы 4 см, екінші қабырғасы 8 см-ге тең. Ол бізде ABC тік бұрышты үшбұрышы. Бесінші есеп, әр үшбұрыштың бұрыштарын өлше, әр үшбұрыштың бұрыштарының қосындысын тап, қорытынды жаса. Мысалы бізде ABC үшбұрышы берілген, А бұрышы 60 градусқа тең, Б бұрышы 60 градус және С бұрышы 60 градус. Барлық бұрыштарын қосқан кезде 180 градус шығып тұр. Келесі DEF бұрышы. Ол бізде деген D бұрышы 90 градус, F бұрышы 65 градус, E бұрышы 25 градус. Барлығын қосқан кезде 180 градус шығып тұр. Одан кейін IGH бұрышы. Бұл жерде I бұрышы 35 градус, G бұрышы 25 градус, H бұрышы 20 градус. Барлығын қосқанда 180 градус шығады. Қорытынды үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Есінде сақта. Енді сен кез келген үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болатынын білесің. Алтыншы есеп. Транспортирдің көмегінсіз бұрыштарының өлшемін анықта. Мысалы бізде ABC үшбұрышы берілген. Бұл жерде А бұрышы 50 градус, Б бұрышы 70 градус және С бұрышы D-ға тең. D әрпін береміз және барлығын қосқан кезде 180 градус шығып тұр. Енді біздер 50-ге 70-ті қосамыз, 120 болады. Келесі D-ны табу үшін 180-ден 120-ны азайтамыз, ол бізде 60-ға тең болады. D бұрышы 60 градусқа тең. Келесі екіншісі DEF үшбұрышы берілген. Бізде D бұрышы 55 градус, F бұрышы 50 градус және E бұрышы
b деп b деген әріпін белгілеп қоямыз. Барлығын қосқанда 180 градус шығады. 55-ке 50 қосқанда 105 градус болады. b-ны табу үшін 180-нен 105 азайтамыз, ол бізде 75 градус шығады. b бұрышы 75 градусқа тең. Келесі үшіншісі. Бізде GHN үш бұрышы берілген. Бұл жерде H бұрышы 80 градусқа тең, N бұрышы 40 градусқа тең, және G бұрышын A деп аламыз. Барлығын қосқанда 180 градус шығады. 80-ге 40 қосқанда 120 болады. Одан кейін A-ны табу үшін 180-нен 120-ны азайтамыз, ол бізде 60-қа тең болады. Олай болса, A бұрышы 60 градусқа тең екен. Жетінші степ, тапсырманы орында. Көлік дөңгелектерінің бұрылу бұрыштарын өлше. Суреттен тағы қандай бұрыштарды өлшеуге болады? Мысалы қараңыздар, бізде A бұрышы берілген, өлшеміз ол бізде 65 градусқа тең, B бұрышы 125 градусқа тең. Одан бөлек, мысалы, С бұрышын көрсетіп қойдық мінекей, ол бізде 115 градусқа тең болады, D бұрышы 55 градус болады, E бұрышы 90 градус болады, және F бұрышы 150 градусқа тең. 8-ші степ, есепте. Мысалы, мына өрнекті мәнін табу керек. Ол үшін біздер 81405-тен 81191-ді азайтамыз. Ол бізде 214 болады. Одан кейін екінші амал 7007-ні 428-ге көбейтеміз. 2.998.996 шығады. Және үшінші амал бөлеміз. 2.998.996-ны 214-ке бөлгенде 14.014 шығады. Келесі. Бізде 444 көбейтілген 209 бөлінген жақшаның ішінде 10.105 азайтылған 9.957 дейді. Біздер 10.105-тен 9.957-ні азайтамыз, ол бізде 148 шығады. Екінші амал 444-ті 209-ға көбейтеміз, 92.796 шығады. Және үшінші амал бөлеміз, 92.796-ны 148-ге бөлгенде 627 шығады. Келесі. Бірінші амал бізде 9107-ден 8978 азайтамыз, ол бізде 29 болады. Екінші амал 344-ті 627-ге көбейтеміз, ол бізде 215688 шығады. Және үшінші амал бізде 215688-ді 29-ға бөлгенде 1672 шығады. Келесі. Бірінші амал 30026-дан 29796-ны азайтамыз, ол бізде 230 болады. Одан кейін 276-ны 775-ке көбейтеміз, ол бізде 213900 болады. Және үшінші амал осы 213900-ді 230-ға бөлеміз, бізде 930-ға тең болады. Келесі. Бірінші амал 7294-ті 14-ке бөлеміз, 521 болады. 12960-ті 27-ге бөлеміз, 480 болады. 521-ге 480-ді қосқанда 1001 шығады. 1001-ді 91-ге бөлгенде 11 болады. Келесі. 131364-ті 41-ге бөлеміз, 3204 болады. 19000-ді 25-ке бөлгенде 760 болады. Осы 3204-тен 760 азайтамыз, 2444 шығады. 2444-ті 22-ге бөлгенде 47 шығады. 9-шы есеп, есептер шығар, А нұсқасы. Екі жұмысшы бірге 90.000 теңге еңбекақы алды. Бірінші жұмысшы 2 апта, ал екіншісі 4 апта жұмыс істеді. Егер күнделікті бірдей еңбекақы алатын болса, онда олардың әрқайсысының еңбекақысы қанша? Қараңыздар, алды 90.000 теңге. Бірінші жұмысшы 2 апта жұмыс істеді, екінші жұмысшы 4 апта жұмыс істеді, әр қайсына қанша теңге беріледі. Қараңыздар, біздер барлығы қанша апта бар екен табайық. 2 аптаға 4 аптаны қосамыз, бізде 6 апта болады. 90.000 теңгені 6 аптаға бөлгенде, әр аптада 15.000 теңге табуға болады екен. Одан кейін, осы 15.000-ді 2-ге, 4-ге, жеке-жеке көбейтеміз. 15.000-ді 2-ге бөлгенде 30.000 шығады, 15.000-ді 4-ге көбейткенде 60.000 шығады. Олай болса, жауабы бірінші жұмысшы 30.000 теңге, екінші жұмысшы 60.000 теңге алады. Ә нұсқасы. 25 метр сымның массасы 700 грамм. 2 орам сым алынды. Бір орамда 30 метр сым, екіншісіне одан 15 метр артық. Әр орамның массасы қандай? 25 метр сым, ол бізде 700 грамм болады. Бірінші орам 30 метр, екінші орам белгісіз, бірақ 15 метрге артық дейді. Әр орамның массасы қанша грамм? 700-ді 25-ге бөлеміз, 28 болады. Олай болса, 1 метріміз бізде 28 грамм болады екен. Олай болса, бізде бірінші орам бізде 30 метр, 30-ды 28-ге көбейтеміз, 740 шығады. Бірінші орам бізде 740 грамм болады. Одан кейін екінші орам табайық, ол 15 метр артық дейді. 30-ға 15 қосқанда 45 болады. 45-ті 28-ге көбейтеміз, 1260 грамм шығады. Ол бізде екінші орам. Олай болса, жауабы бірінші орамның массасы 740 грамм, екінші орамның массасы 1260 грамм болады. 10-шы есеп. Сызба бойынша өрнек құр және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле, өрнектің мәнін тап. Бірінші амал 28-ді 12-ге көбейтеміз, 1536 болады. Одан кейін екінші амал
осы 1536-дан 1200 азайтамыз, ол бізде 336 шығады. Одан кейін үшінші амал 3225-ті 15-ке бөлген кезде 215 болады. 215 62-ге көбейтеміз, 13330 болады. Ары қарай 328-ді 25-ке көбейтеміз, 8200 болады. 8200-ді 5-ке бөлеміз, 1640 болады. 6-шы амал орындалды. Келесі 7-ші және 8-ші амалды орындаймыз. Одан кейін міне 336-ға 13330-ды қосқанда 13666, одан 1640-ды азайтқанда 12026 шығады. Сол мінекей жауабына біздер қазір жазып қоямыз. Біздер жауабы 12026 шықты. 12026. 11-ші есеп. Есепті шығар. Өлшемдері бірдей 3 қораптың массасы әртүрлі. Гіртасы жоқ табақшалы таразының көмегімен оларды массасының өсу ретіне қарай орналастыр. 3 рет өлшеуді қолдануға болады. Бізде 3 қорап берілген, олардың үшеуі де әртүрлі. Енді оларды бір-бірімен салыстырып, қайсысы үлкен, қайсысы кіші және қайсысы орташа екенін табуымыз керек. Алдымен бірінші және екінші қораптарды таразының екі жағына қойып өлшейміз. Массасы үлкен болған қораппен бірінші қараңыздар, бірінші мен екіншісін өлшейміз. Сосын қайсысының массасы үлкен екенін тауып аламыз. Сосын массасы үлкен болған қораппен үшінші қорапты мінекей жазып қойдым, таразыға қойып өлшейміз. Массасы үлкен болған қорап ең ауыр қорап болады. Біз неше рет өлшедік? Біз 2 рет өлшедік. Енді қалған екі қорапты өлшеп ауырын табамыз. Бізде жаңа қалған екі қорап бар, оны өлшеген кезде қайсысы ауыр екенін таба аламыз. Осылайша оларды массасының өсу ретіне қарай орналастыра аламыз. Сосын біздер деген біріншісі мен екіншісін салыстырып тұрмыз. Сол кезде деген қараймыз, кім ауыр екенін таба аламыз да. Сосын сол ауырды аламыз да, мына қалған үшіншісімен өлшейміз. Екеуін салыстырамыз. Сол кезде бүйтіп өлшеген кезде қайсысы үлкен болады, сол ең үлкен болып табылады, ең үлкені. Сосын жаңа қалып қойған екеуін өлшеп көреміз, қайсысы үлкен болады, сол бізде ортаншысы болады, кішісі ең азы болады. Сөйтіп реті бойынша, өсу реті бойынша орналастыра аламыз. 12-ші есеп, бұрыштарды сыз. А нұсқасы ABC бұрышы 130 градусқа тең, SOM бұрышы 76 градусқа тең және MAK бұрышы 100 градусқа тең. Енді содан кейін LOR бұрышы 145 градусқа тең дейді. Енді А нұсқасы берілген бұрыштардан 10 градус кіші бұрыштар сыз дейді. Енді біз осы бұрыштан әр қайсысын 10 градус азайтамыз. 130-дан 10 азайтқанда 20 градус шығады. ABC бұрышы 20 градусқа тең, SOM бұрышы азайтқан кезде 66 градус шығып тұр. Одан кейін MAK бұрышы азайтқан кезде 90 градус шығып тұр және LOR бұрышы азайтқанда 135 градусқа тең екен. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.